Бәріне сәлем, сіздермен бірге көз айым. Бүгін біз Мақсұт Нәрікбаев атындағы Казгю университетіне обзор жасайтын боламыз. Бірінші кітапханадан бастаймыз. Бұл бізде кітапхана. Бұл жерде студенттер сабақ оқиды, жаңа жобаларға дайындалады, жаңа білім алады. Бұл бізде кофейня, коворкингтің бастамасы. Біз қазір ары қарай коворкингқа кіретін боламыз. Бұл бізде коворкинг, мұнда студенттер сабақ оқумен қатар демала алады, себебі демалысқа арналған жайлы орындар бар. Келесі локация бізде Казгю универдің дамуына, қалыптасуына өте үлкен үлес қосқан Шакенов атындағы атриум. Оказывается, бұл кісі алғашқы ректорлардың бірі, өте көп үлес қосқан екен. Қазір біз атриумды көреміз. Бұл жерде студенттерге өте жағдай күшті жасалған екен. Тіпті компьютерлерге дейін бар екен. Қалағанша келіп, кез келген студент қолдана алады. Бұл бізде амфитеатр, бұл жерде лекциялар өтіледі, сабақтар өткізіледі. Сонымен қатар мына экранның бір ерекшелігі. Мұнда камера бар екен. Оказывается, онлайн сабақ кезінде препод студенттерді көріп отыра алады. А вы что думали? Тут все просто, тут дринкет. Қазір біз фитнес-центрді көреміз. Оказывается, фитнес-центр жаңа заманауи тренажерлармен жабдықталған и недавно ремонттан шыққан жаңа екен. Но ары қарай кіруге бола ма, білмейміз. Мне кажется, за границадан өткен тезірек, чем Казгюдің бір жеріне кіргеннен гөрі. Бізді ары қарай кіргізбеді, но ары қарай, оказывается, футбол ойнайтын, волейбол, баскетбол ойнайтын үлкен залдар бар. В общем, нам не разрешили. Бұл бізде open room, бұл жерде QR-мен броньдауға болады екен. Одан кейін келіп, топтық жұмыс жасауға болады, сабақ оқуға болады. В общем, қалған нәрсені жасай бересің. Главное, QR-мен бронь алсаң болды. Ең қызығы, университет тіпті студенттердің гештальтін жабуды ойлап, оларға арнап горка жасаған екен. Бірге түсейік. Қалай терді? Аяқ киіммен сөйлеу ма? Бір түрлі кен. Қорқам шаяқта, не фобиям бар еді. Не так страшно. Сол жақта самая лучшая зона, потому что только осы жерде ұйықтауға болады екен. Басқа жерде ұйықтауға болмайды. Іші өте әдемі. Үлкен, бүкіл президенттер осы жерге келеді екен. Экрандар шығады, проектор шығады, сонымен қатар музыкальный клубтар бар екен. Музыкальный клуб. Олар жаңағыдай не просто оркестр сияқты концерттерді де ұйымдастырады екен. Іші өте үлкен, әдемі. Өмірде вообще әдемірек. Очень красиво. Что еще вам сказать? Люди очень милые. Все пытаются не испортить нам кадр. Вот. У них есть еще Kaizen Well. Мұнда адамдар өздерінің идеяларын жазып кете алады. Міне осылай Казгю университетін бірге аралап шықтық. Бұл жерде тек сабақ оқу емес, жаңа орта, жаңа білім, жаңа эмоциялар бар. Біздің видеоға лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кет.